Вам не кажется, что сейчас вот қазақша айтканда көз бояу? Жоқ. Разные контейнеры это просто көз бояу. Жоқ, бұл жерде көз бояушылық емес. Оның бәріміз бағана сіз айтқанда түсінеміз. Біз соны шешуге қазір талаптанып жатырмыз. Оған уақыт керек. Мен сіз бір қызық әңгіме айтып берейін. Бір еуропалық мемлекеттің бір елшісімен кездесіп, сол мынау бір біздің микрорайонда тұрады екен, айтады да, ылғи мусор қоқыс жиналып қалады деп. Сосын мен оған жауап бергім жоқ, оған сұрақ қойдым. Сіздерде осындай жағдай қашан болды десем күледі. Қанша жылда жөндедіңіздер десек? 10 жыл деп жоқ, 15 жылда біз бүгінгі жағдайға келдік деп. Біз де келерміз. Бүгінгі осы екінші жыл жүйелі түрде осы мәселені шешуді осы қолға алып жылжып келе жатырмыз. Өткен жыл қарағанда биыл біз осы көптеген іс-шараларды, мына проекттерді іске асыруға мүлдем басқа бет бұрыс. Бәленің бәрі мынау өңірлерде осы қоқыстың бағанағы технологиясын өздері ең алдымен жауапты кісілер соны түсініп, сосын шешім қабылдаса, сонда бұндай мәселелер ертерек шешіледі. Бүгін сол түсінік меніңше болса көбінде бір. Жарайды, мен айтпаймын, облыстың әкімі болмаса соның коммуналқа қарайтын жоқ, қаланың әкімі. Қаланың әкімінің орынбасары, анау басқарма бөлімшенің басшылары, солар да мысалға мен сияқты сол қарап отырса да, жауапкершілігі болса да, мен әлгі түсінбей жүргендегідей түсінбейді. Әзір мен білем, бәрі әзір осы тақырыпты біледі жадық, бәрі осы тақырыппен айналысады, бәрі осы мәселені шешкісі келеді. Кішкене шыдамдық керек.